Сәлеметсіздер ме? Ақпараттық жүйедегі мәліметтер базасы онлайн курсына қош келдіңіздер. Онлайн курс ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы студенттеріне арналған. Авторлары ақпараттық есептеу жүйелер кафедрасының аға оқытушылары Саданова Бақытгүл Маратовна және Абилдаева Гүлнұр Балтабаевна. Курстың мақсаты: ақпараттық жүйелер деректер базасы пәні реляциялық мәліметтер базасын жобалау және жұмыс істеу саласындағы теория мен практиканың негіздерін зерттеуді мақсат етеді. Курстың міндеттері: деректер базасын басқару жүйелерінің жұмыс істеу негіздерін зерделеу. Деректер базасын басқарудың заманауи жүйелерін ұйымдастыру технологияларын, деректер қорының басқару жүйесінің функционалдық логикалық құрылысын, яғни архитектурасын меңгеру. Әртүрлі деректер базасын қолдану саласының деректер базасының тұтастығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарын меңгеру. Әртүрлі модельдерді қолдана отырып домен деректерін ұсыну. Белгілі бір пәндік саланың ақпараттық моделін жобалау. Осы онлайн курсты оқу нәтижесінде студенттердің білетіні: адам қызметінің әртүрлі саласында ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеу, заманауи кейс құралдарын пайдалану және деректер қоры базасының жүйесін әзірлеу құралдарын пайдалану, бағдарламалық интерфейсті жасау. Осы курсты оқу барысында сіздерге сәттілік тілейміз.